Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осындай персиковый пирог ұсынғым келіп отыр. Жалпы бұл пирогтың рецепті менің каналымда бар, бірақ ол жерде озвучкасы жоқ. Сол рецептпен деп дайындап көрген қыздардың отзывтары да бар. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бастаймыз. Ол үшін біз бөлме температурасында тұрған сары майға қантты қосып, бір миксерлеп аламыз, екеуі біріккенше. Одан кейін күнбағыс майымызды құямыз. Бұны да бір миксерлеп жібереміз. Одан кейін 4 жұмыртқаны салып, бұны жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте бөлме температурасындағы тұрған сүтімізді құямыз. Енді елекке ұнды салып, оның үстіне қопсытқышты салып, екеуін араластырып, бірге осы сұйық массамызға салып, жақсылап миксерлеп біріктіретін боламыз. Осы біздің дайын болған массамызды енді формаға құямыз. Форманың диаметрі менде 24 см, астына пергаментті салдым. Осылай енді барлық массаны құйып шығамыз. Және де салмасына менде консервированный персик, соны өзіміздің қалауымызша орналастырып шығамыз. Әдемілеп жақсылап орналастырып алғаннан кейін пешке 180 градусқа 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше біз бетіне құятын заливкамызды дайындап қоямыз алдын ала. Ол үшін біз 20% жақсы қою қаймаққа қантты қосып, араластырып қойып қоямыз. Біздің пирогымыз пісіп шыққанша ішіндегі қанты да еріп, дайын тұрады. Енді осы заливканы піскен пирогымыздың бетіне құйып, жан-жағына жеткізіп, әдемілеп шығамыз. Бұл заливка негізінде міндетті емес, тек сахарная пудраны ғана сүйіп қоя салуға болады. Мен ұсынған рецептпен осы персиковый пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыздар.